Джон Холт британдық журналист, жазушы, педагог, бала сәтсіздігінің себептері кітабының авторы. Жетістікке жеткің келсе, сабағыңды 5-ке оқы. Ата-анамыз бен мұғалімдерімізден күнде еститін сөзіміз осы. Бірақ сыныпта 3-ке оқыған досыңыз қазір табысты бизнесмен. 5 пен 3-тің соңында айырмашылығы бар ма? Көптің көкейінде жүрген сұрақ осы. Мектепте қойылған бағалар бақытты болуыңа себепкер бола ала ма? Джон Холт бала сәтсіздігінің себептері кітабында бұл сұрақтарға мысалдармен жауап берген. Баға бағыңды байлай алмайды. ақш-тың бұрынғы президенті Джордж Буш қадірлі қонақ ретінде түлектердің оқу бітіру кешіне барғанда, үздік бітірген студенттерді шын жүрегіммен құттықтаймын. Жарайсыздар. 3-ке оқыған студенттерге айтарым, сіздер президентте бола аласыздар. Мектеп пен университеттегі алған бағаларыңыз маңызды емес. Өмір шексіз, мүмкіндіктерге толы деп студенттерге ерекше жігер берген. Шын мәнінде, ақш-ты басқарған президенттердің көбі қанағаттандырарлық бағаға оқыған. Олардың ішінде Джон Кеннеди мен Линдон Джонс та бар. Саяси көшбасшылардан басқа академиялық білімі жоқ білікті кәсіпкерлер Стив Джобс, Билл Гейтс және әлемдегі ең жас миллиардер әйел Элизабет Холмс. Олар армандары үшін бірі Гарвард университетін, бірі Стэнфорд университетіндегі оқуын тастады. Хиппи миллионер Ричард Брэнсон да дислексиядан, оқу мен жазу қиындықтарынан зардап шегіп, 15 жасында мектепке баруын доғарды. Біліміңді бағаға тәуелді етпе. Әйгілі американдық астрофизик Нил Деграсс Тайсон студенттерге арналған жолдауында: мансап сатысында көтерілгенде сізден университетте қандай балл алғаныңызды ешкім сұрамайды. Өмір өзен сияқты. Оның ағысы адамдардың мінезін, тәжірибесін, қадамын шыңдайды. Табысқа жету үшін сізге керегі құмарлық, жоғарғы эмоционалды интеллект және жеңілістерді қабылдай алатын қасиет. Әдетте нашар бағаға оқыған студенттердің көбі өз ортасында көшбасшы. Олар басқарудың құпияларын жетік біледі. Ешқашан бір жақты пікірді қолдамайды. Осы қасиеттері үшін 3-тік алып жатады. Білім ордасы қатаң ережелерге толы. Әсіресе мұғалімдердің бұл осылай болуы керек, басқасы мүмкін емес деген пікіріне қарсылық білдіргендері үшін опық жейді. Дегенмен, нашар бағалар миллиардер болуыңызға кепілдік бермейді. Жақсы бағалардың да себепкер болуы екі талай. Баға ол қағаз символы. Бастысы шешім мен нәтиже. Біліміңізді қалауыңызбен үйлестіріңіз, табысқа жетіңіз. Бүгінгі видео қызықты әрі пайдалы болды деген ойдамын. Ұнаса видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.